Ғылымды насихаттауды көздейтін халықаралық Science Slam жобасы бірінші рет 2006 жылы Германияда ұйымдастырылған болатын. Енді біздің елде де алғаш рет өткізіліп отыр. Осы жоба аясында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры ұйымдастырып отырған ғалымдар сайысының шешуші сайысына 7 үміткер қатысты. Олар еліміздегі университеттер мен зерттеу институттарының магистрлері мен докторанттары. Бұл ғылыми ақпаратты ұсынудың ерекше форматы. 10 минут ішінде мінберге шыққан жас ғалым өз жобасын қорғауы тиіс. Көрермендердің сұрағына дұрыс жауап беріп, әрі қошеметіне бөленіп, қойылған міндеттерді шешуде шығармашылық қырынан ерекшеленген үміткерлер жеңіске жетті. Тақырыбым фермерлік биогаз қондырғысы. Ол фермерлік биогаз қондырғысы модульді конструкцияланған, кәсіби деңгейімізді ұлғайтады әрине. Және де осы конкурстарға қатысу арқылы мен болашақта сол тақырыбымды толық жетілдіремін деп ойлаймын. Поддержка молодых ученых – это одно. Жас ғалымдарды қолдау тұңғыш президент қорының басым бағыттарының бірі. Ғылымды насихаттау мақсатында ұйымдастырылған бұл байқауды алдағы уақытта да өткіземіз деген жоспарымыз бар.